Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайғамбарларға иман келтіру. Пайғамбарларға иман келтіру иман шартынан. Шариғатта елші және пайғамбар ұғымдары бар. Елші расул, Алла тарапынан адамдарға жіберіліп, уахи арқылы жаңа шариғатты адамдарға жеткізуге бұйырылған. Ал пайғамбар нәби, Алла тарапынан уахи етілген, бірақ пайғамбарға жаңа шариғат адамдарға жеткізуге бұйырылмаған. Адамдарға бұрынғы шариғатты жеткізу міндеттелген. Қасиетті Құранда Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аманар расулу бима унзила илайхи мир раббихи вал муъминун куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ла нуфарриқу байна ахадин мир русулихи. Садақаллахул азим. Пайғамбар өзіне Раббы тарапынан түсіргенге иман келтірді. Мүміндер де барлығы Аллаға, періштелерге, кітаптарға және пайғамбарларға иман келтірді. Адамдардың ақылы әртүрлі болғандықтан Алла рахметімен адамдарға елшілер жіберіп отырды. Пайғамбарлық Алланың адамзатқа берген нығметі. Пайғамбарларға міндет болған сипаттар бар: шыншыл болу, аманатшыл болу, жүктелген нәрсені жеткізу, зерек болу. Осы сипаттардың теріс мағыналары елшілерде болуы мүмкін емес. Жалпы елшілерге адамға тән қасиет міндет болады. Олар үлкенді кішілі күнә жасамайды. Елшілерге адамға тән іс-әрекеттер рұқсат. Ішеді, жейді, үйленеді, базарда сауда жасайды, ауырады, бірақ адам жиіркенетіндей аурулар болуы мүмкін емес. Мысалы, Аюб алейхиссалам денесі құрттады дегені сенімді хабарларға қайшы келеді. Алла әр қауымға пайғамбар жіберіп отырған. Ол жайлы Құранда «Валикулли қаумин хәді» әр қауымға жол бастаушы бар. Пайғамбардың нақты саны тек Аллаға аян. Жекелей сенуге міндетті болған елшілер 25. Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхақ, Яқуб, Юсуф, Шуайб, Муса, Харун, Дауд, Сүлеймен, Аюб, Зүлқифл, Юнус, Ильяс, Алияса, Закария, Яхия, Иса, Мухаммед. Баршасына Алланың сәлемі болсын. Ва ахиру дауана алхамдулиллах.